Сәлем достар, Сезімка каналына қош келдіңіздер. Достар, бүгін мен сіздермен мектепке таңғы сында жетім болам, мектепке баратын. Ал қазір мен Несквик деген какаоны ішетін боламын. Осындай какао ішеміз. Және де тура сондай бізде домалаққа бар шариктер. И бокал керек. Достар, осы видеоны обязательно не лайк, комментария, подписка етуді ұмытпаңыздар, достар. Мына жерде менің суретім тұрып, көріп тұрғандарыңыздай, сол каналымның мен суретім. Сол сіздермен сөйлесейін, кішкене мынау мен салып болғанша. Осындай 2 қасық саламыз, осы какаодан дәмі өте күшті болады. Және біз бұған сүт салуымыз керек. Достар, мен сіздерге холодильникті көрсетпеймін, өйткені менің алдыңғы видеомда 1000 лайк жеткен жоқ. Сондықтан сізге холодильникті көрсетпеймін. Қазір мына жерге көрсететін боламын, қай видео екенін салып кететін боламын. Соған кіріңіздер де 1000 лайкқа жеткізіп тастаңыздар. Мен осындай бір киін алып отырмын. Мен негізі нормально шығады деп ойлағанмын. Бірақ мен нормально шықтым. Мені вот так істеп шықтым. Және бұны қасықпен араластырамыз. Және мынандайларды да, мынандай шариктерді кішкене мажып тастайық. Осылай істеп отырмын. Достар, сіздер азанмен не жейсіздер? Мен осындай какао ішемін көбінесе. Осындай какао алғанбыз. Және достар, сіздерге осындай таңғы ас деген, кешкі ас деген видео ұнаса, лайк басыңыздар. Бұл видеода 1000 лайкқа жетсе, сіздерге тағы кешкі асымды түсіретін боламын. Және шапағаттың таңғы асын түсіретін боламын. Осылай қақпағын жабайық. Сол достар, істеп жатсыздар. Енді мен қайттан мына сүтті қайттан холодильникке қоямын. Бағана сіздер айтқандарыңыздай жартысын көрсетіп қалдым, жартысын көрсетпедім, полный көрсетуім керек еді. Енді бізде кеше мамам менің кафеге барып, осындай сарқыта келген. Енді мен бір тамақ бар, кеше ағамыз, соны жылытып жатырмын. Достар, мен бүгінгі киімім қалай болып тұр, ұнап тұр ма? Өткен сіздерге мектепке обзор, киімімді көрсететін болғанмын. Сол видеоны қарай, менің каналымға кірсеңіздер, көп видео бар. Осыны жай алып, өйткені